Алматыға барғанда кім қандай университетке түскісі келіп жатыр? Сен өзіңнен баста? Мен енді бір Алматыдағы ең беделді университетке түссем ба деген ойым бар. Қыздар, мен деген шет тілдер және іскерлік карьера деген университетке теңеп жатыр. Ал кім боласың сен? Мен журналист қой. Сенен теледидардан шығамын. Ал қыздар сендер. Мен әйтеуір мұғалім болсам болып жетеді маған сол. Жепу десей? Сен оқуға шыққанша күйеуге шықпайсың ба? Қайда барамын деймісің сонда? Алматыға барам. Ой. Қандай университетке түсесің? Жарайды, өзің қалауың. Қыздар, жігіттер. Уақыт қонсақ қайта береміз ау деймін. Жарайды. Ертеңге жолға шығу керек. Жарайды. Тойдың барамын. Бәйбіше! Бәйбіше! Бәйбіше дейін! Ал отағасы. Балаң қайда? Бала ұйықтап жатқан шығар. Сауғанша ұйықтаған не сол? Жұрттың балалары ана егінге барып малды өріске айдап жүр. Шақырып кел бар баланы. Бар шақырып кел! Ерте тұрған еркектің ырсарып деген түске дейін жатқаның не сұмдық мынау? Кимен ұйықтағаттық кәдімгі мектепте әрең ортасынан. Есін жинайын! Ей, жібердің! Түнмен жүресің көшеде. Ертең Алматыға оқуға кететін баласың. Жүрсің мынау не? Сен сөйлей берме, осылар сенен ертелі әткесіңдер. Бар шайын кетті. Ей, бала, ертең Алматыға оқуға кетесің. Адамсың ғой. Ол жақта сенің еркелігің ешкім көтермейді. Үлкен қалада абайлап өзіңе қарап, пәле жаладан аман есен жүру керек қойма. Сен араласпа. Осындай нәрсе үйреткенсің бала еркелеп жүргенсіңде. Шайшықшы! Сен одан да алау. Бар киімді алып кел, балаға атаған киім бар еді. Сандықтың түбінде әкеле қойма. Онdan киім әке? Менің әкемнен қалған, әкемнің көздеп білетін киім. Ой! Кімді ол әкемнен қалған, е? Бұл бала менің әкемнің көздеп білем. Мен де оқуда жүрген кезінде осы киген бұны саған аманаттың табыстаймын. Әй, түбімді айтпайын. Саған киім алып берейік балаға. Араласпа дедім мен саған. Жаңа киім болайыншы, университетке түсіп жатыр ғой мен әке. Мен кием, әкем кием, сен де киесің осына. Жарайды. Ертең Алматыға барғанда білесің, қазақтың дана сөздері бар. Қазанға жоласаң күйеш шығады, қызға жоласаң бәлеш шығады деген сөз бар. Байқап жүрайын ау. Осы баланы өзіңіз реттеп қолға алып апарып орналастырсаңыз жақсы болады. Жетектеген тазайтып, тазитып, аңға жармас деген сөз бар. Өзі барады, өзі көреді, өзі үйренеді. Сен не болып шайың дайындадың ба? Қазір шайды балаң қандасын ішін, біз түстасын ішін жүрайын алайын. Қазір мен заттарды дайындап алып келейін. Какая история? Неге келме ой, е? Біздің ауылда мұндай үй жоқ қой. Үй көрмегенсің мұндай ауылда. Ой, кешіріңізші. Ой, ештеңе етпейді, алдында сиыр бас жүрген айтып қой. Қайдасың? Мен тұрмын ғой, вокзалда тұрмын ғой, Сәке қайдасың сен? Вокзалын білмеймін, адасып кеттім мен дәуір үйдің жанында. Сәке, бер солға қарашы, Сәке. Қалай бауырым? Жақсы бауырым, Алматыма батырма қалай саған? Ой, біртүрлі ауыл сағындым мен. Ой, Алматыда мен саған қазір универді көрсетемін, жақсы болады бәрі. Үйренемін мұндай. Сәке, қорықпасай, уайымдамасай, өзіне ерланды. Ой, қойшы, ауылға қайтам ғой деймін, ұнамайды. Қайтпа, қорықпасай. Қыздар бар ма? Нормально ма?
Бол, бол. Жақсы қыздармен танысты, жарайды ма? Жақсы қыздармен таныстырдыңыздар. Алматы деген үлкен шаһар. Ағай, кешіріңіз, Төле би Байзақ, ағай, Төле би Байзақ көшесін айтып жіберіңіз. До светофора, потом направо. Түзу барам ба, ағай? Ой, не мешай, иди до светофора, потом направо. Оңға болам ба? Ол өзін табылы ма? Апай, мен кеттім сондай ма? Ой, молодец, браво. Ой, қыздар, молодец. Қай ауылдан келгенсіз? Ай, күні ма? Бар. Ой. Жандар көрді, иә? Басқалар қайда? Білмеймін, кешіп келеді. Сәлеметсіздер ме, қыздар? Сәлеметсіздер. Қайда жүрсіздер? Фронтта. Апай. Кел, апай. Сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай? Ой, бұл сахнада спа? Қайда қай жерден Басқа жақ болмасын самал ма? Ауылменен қалма, көшеден тала. Мен 4 жыл мәскеуде оқығанмын. Ал мектепте оқушылардың өздеріңді таныстырып өтсеңдер. Таныстыра ғой. Мен оңтүстік Қазақстан облысынан атым Айпар болды. Негіз Қызылордада ата-бабадан өзім жақсы оқимын мен, жақсы оқимын. Менің есімім Аға Сұлтақ ауылынан келген. Мен өзім ОБТ-да журналист болсам деп арманымда осы университет. Жарайды. Ал, сіздің атыңыз? Апай, саламатсыз. Апай емес, мақұл болмайды. Жарайды. Менің есімім Айгерім. Гүл апай деп па? Тағы айтам, апай емес. Айтып бақылап. Гүл апай. Менің есімім Мадина ғой. Қыздар, Диана Офишл. Қалай? Официал десе, официал. Атақ мен мисс Алматыда 2017 принцесса Диана деп айта берсеңдер болады. Принцесса? Да, принцесса. Сен мазақ қылмай отыр вообще. Болды, студенттер. Келесі. Кім алма болады, алма. Алма, үйде апельсин бар ма? Келесі, сен қала. Мен ба? Не, Шымкентте ме апайым? Тереңізде кімде білмедіңіз ана? Ой, Сүйірден келген ғой мен. Абай ауылдан келіп тұрмын. Не бойда ауылдан кетті. Студенттер, мен сендердің тұратындармын. Егер керек болсам хабарласасыздар. Қазір сабақ әдебиет пәні. Ағайлар келесі қашан тұратындар. Сау болыңыздар. Не ой? Сен кетші мен. Мен сендерге әдебиет сабағынан беремін. Есімім Ерғұлан Балалар. Поэзияны сүймейді да балалар. Поэзияны сүйетін балалар бар ма? Балалар, тыныш. Поэзия сүйетін балалар бар ма? Ей, оқысамай балалар. Ей, тыныш. Поэзия сүйетін бала бар ма? Ей, неге шулай бересіңдер сендер? Неге шулай? Бізде жаңалы келген оқушы поэзия оқып жүрген ал. Қайсы бала? Алғали оқушы, Ей, ұялма, Жарайды, ағай бір өлең оқып берейін. Жазулар, естеліктер мен туралы, біреулер жан едідер өр толғалы, біреулер толпар едідер де мүмкін, бүтіндірмей кеткенде ер тұрман. не деген келеді ме? Не
Жақсы